Қос ішектің бірін қатты, бірін сәл-сәл кем бұра. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп, кезінде қазақ поэзиясының қадірі атанған Қадыр Мырзалиев жырлағандай, қазақтықтың символы атанған ұлттық аспабымызды жасаушы шеберлер облысымызда саусақпен санарлық. Солардың қатарында Жанарбек Қазезұлы да бар. Музей қорығымыздың шебермен кездесу айдары аясында ұлттық қолөнер бұйымдарын жасаушы шебердің сүйікті ісімен таныс болыңыздар. Жанарбек Қазезұлы музыка аспаптары мен түрлі қолөнер бұйымдарын жасаушы шебер. Ол 1978 жылы Қытай Халық Республикасы Алтай аймағында дүниеге келген. Сол жақта орта білім алып, Пайзулла есімді ұстазынан түрлі қолөнер бұйымдарын, домбыра жасауды үйренген. Не бұл біздің тегінде тарихымызда болған домбыра. Осыны біз қазір ақырын жаңғыртып жатырмыз. Үлкен кісілерден есту арқылы осындай қалыпқа келтірдік. Бұның мына беті де шертіледі, арғы беті де шертіледі. Екі бет. Шеберіміздің айтуынша, оған бұл өнер ата-аналарынан дарыған. Әкесі де, атасы да өз заманында түрлі қолөнер бұйымдарын жасаған шебер адамдар болған. Жанарбек Қазезұлы атамекенге 2011 жылы көшіп келген. Сол уақыттан бері қазақ баласына қоңыр үнді домбыра жасап беруді өзінің сүйікті ісі санайды. Ол республикалық, облыстық түрлі көрмелердің қатысушысы. Сондай-ақ түрлі конкурстардың бірнеше мәрте жеңімпазы. Мен қазіргі домбыраның бірінші осылай түрлері болды, екі беттегі. Екіншісі қос саз деп қояды, қос сапты домбыра. Одан кейін аққу домбыра жасағам, ұшып келе жатқан сияқты. Ол сатылып кетті. Одан жай домбырадар, бала домбыра, күй домбыра, ән домбыра деп қазір 4-5 түрлісін жасаймыз. Жанарбектің қолынан шыққан бұйымдарына сұраныс та мол. Көбіне мектеп жасындағы оқушылардың ұлттық аспабымызды ойнап үйренуге деген қызығушылығы қуантады дейді шебер. Шымғоры ауылында үйінің жанынан шағын шеберхана ашқан ол ұлттық аспаптардан домбырадан өзге қобыз бен шертер де жасайды. Оған қоса бесіктің түрлерін, тұрмысқа қажетті стөл, орындық сияқты басқа да түрлі бұйымдарды тапсырыс берушінің қалауына сай жасап береді. Жанарбектің өзі де, балалары да өнерден кенде емес. Өзі және үлкен қызы күмбірлетіп күй тартса, ұлдары есіл сызылтып ән де салады. Сонымен қатар есілдің домбыра жасап үйренуге деген құштарлығы да ерекше. Әкесі оның болашағынан зор үміт күтіп, ісімді ұлым жалғайды деп сенеді.